Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Доп дауысы каналы. Біздер футболдан Қазақстан чемпионатына қысқаша обзор жасаймыз. Футболдан Қазақстан чемпионаты 6-шы тур. Бұл тур голға толы болды десек қате айтпаймыз. Оған дәлеліміз алғашқы 6-шы турдың ойыны Ертіс өз алаңында Жетісуды қабылдады. Есеп 1-2, Жетісудің пайдасына шешілген ойын. Ойынға келетін болсақ, ойынның 6-шы минутында Жетісу ойыншысы Адам Адахаджиев есепті ашты. Бұрыштамадан алған пасты Айбалаңның сыртынан жойқын соққы жасап, таблодағы 0-0-ді өзгертті. Екінші таймның 74-ші минутында Павел Сетко пенальтиден есепті теңестіріп, 87-ші минутта Ертіс ойыншысы Байбосынов Нұрдәулет Ертісті алға шығарғанымен, алайда төрешілер офсайд байқап, голда есепке алмады. Ойынның 96-ші минутында Жетісу ойыншысы Живанович ойынның нүктесін қойып, 2-1 есебімен Жетісуға жеңіс сыйлады. Негізі Қайрат Нұрдәулетов осындай ортаңғы гол командаларды жақсы басқарады. Ал керісінше Ертіс командасының бапкеріне қазіргі таңда жанкүйерлердің наразылығы арту үстінде. Себебі Ертіс қатарынан 2 ойын жеңіліске ұшырады. Келесі турда Ертіс Ақтөбеге қонаққа барса, Жетісу өз алаңында Ұлытауды қабылдайды. 6-шы турдың орталық матчы Елімай Астана. Есеп 2-2. Елімай номиналды алаң қожайыны болып саналғанымен, ойын Астана аренада өтті. Бұл ойында сезондағы ең жылдам голға да куә болдық. Ойынның небәрі 17-ші секундында Марин Тамасов есепті ашты. Бұл жерде қақпашының өрескел қателігін байқасаңыздар болады. Легионер қақпашының жіберетін қателігі емес. Ойынның 5-ші минутында Елімай қорғаушысы Әділбек Жұмаханов бұрыштан көтерілген допты қақпаға енгізіп, есепті теңестірді. Ал 27-ші минутта команда капитаны Абзал Бейсебеков ереже бұзып, Елімайға пенальти алып келді. Сол пенальтиді Плакка қатесіз орындап, Елімайды алға шығарды. Екінші таймның 47-ші минутында Мақсат Абраев өзінің жеке шеберлігін көрсетіп, есепті теңестірді. Жалпы Мақсат Абраев болашағынан жақсы, жарқын үміт күттіретін жас талант. Келесі турда Елімайды нағыз сынақ күтіп тұр. Себебі Елімай Қайратқа қонаққа барады, ал Астана өз алаңында Атырауды қабылдайды. Келесі матч Қайрат Каспий. Есеп 2-0. Чемпиондар лигасында Арсеналға, Интерге гол салып жүрген Қайрат командасы Каспийді 4-0 немесе 5-0 ұтады деген ой болған, бірақ дегенмен де есеп 2-0. Бұл нәтиже Каспийдің тренерінің ауысқандығынан ба, әлде Қайраттың Каспийді менсінбей шыққандығынан ба? Десе де есеп 2-0, 2 гол салынды. Дастан Сатпаевтың алыстан бағыттаған соққысы Эдмилсонға тиіп гол берді. Енді ол Эдмилсонға тиген доп негізі спорный момент деп ойлаймын өз басым. Себебі бұл жерде төрешінің қателігі бар. Өйткені Эдмилсонның қолына тиді, бірақ гол есепке алынды. 82-ші минутта Жоржиньо есепті еселеп, екінші голды салды. Былтырғы сезонда бұл футболшы үлкен көп критикаға ілінген футболшы еді, бірақ дегенмен де бұл сезонда 6 ойында 4 гол салып, бір нәтижелі пас берген. Келесі турда Қайрат өз алаңында Елімайды қабылдайды, ал Каспий Қостанайға Тобылға қонаққа барады. 6-шы турдың орталық матчы. Ордабасы өз алаңында Оқжетпесті қабылдады. Бұл екі командада жеңілістің дәмін татып көрген жоқ. Дегенмен де бұл матчтан барлығы ләззат алды деп ойлаймыз. Себебі бұл ойында 12 камера түсірген трансляция болды. Уақытында көрсетілген повторлар, соңғы минутта салған голдар, сол голдарда 12 ракурстан көрсетілген трансляция. Осы ойынға барып 90 минут бойы қолдаған Техас фанс, жанкүйерлер, теледидардан көрген және осы ойынды жүргізген комментаторлардың өздері де ләззат алды. Өйткені Ордабасы Еуропалық деңгейде
үлкен дәрежеде өзінің жеке клуб екенін дәлелдеуде. Негізі Ордабасының өзі стадионға баруының өзі, мотоциклдармен сопровождение жасап баруының өзі Еуропа дәрежесінде болды деп есептейміз. Негізі Ордабасы бұл ойында қатарынан 4-ші рет солдаут жасап отыр. Ордабасы Қазақстан премьер-лигасында жеке клубтың қандай болу керектігін және жанкүйерлермен өзара қарым-қатынастығын қандай болу керектігін дәлелдеп жатқан клубтың бірі. Ойынға келетін болсақ, Ордабасы ойыншы Сергей Малый бұрыштамадан көтерілген допты ойынның 65-ші минутында есепті ашты. Дәл осы голмен Ордабасы жеңіске жетеміз, жеңісті жұлып алдық деген ойда отырған кезде Оқжетпес ойыншысы 91-ші минутта есепті теңестіріп кетті. Дегенмен де Ордабасы үйде осындай атмосферада, осындай жанкүйерлердің қолдауында неге біз ұтпаймыз, неге біз тең ойнаймыз деген оймен Мағжан Тоқтыбай ойынның 94-ші минутта Ордабасыға жеңіс сыйлады. Ордабасыға мереке сыйлайды. Алдында айтып кеткендей, осындай 12 камера түсірілген трансляциялар, 90 минут бойы қолдаулар, соңғы минутта болған голдар, барлығы осындай атмосфера біздің Қазақстан чемпионатта қайталана беретін болса, біздің чемпионат үлкен жоғарғы деңгейге көтеріледі деген ойдамыз. Келесі турда Ордабасы Қызылжарға қонаққа барса, Оқжетпес өз алаңында Қайсарды қабылдайды. Келесі матч Ұлытау Тобылды қабылдады. Есеп 2-1. Вполне ожидаемый ойын. Себебі Тобыл бұл сезонда өте нашар. Формасы, деңгейі былтырғы сезонға келмейді. Есеп 2-1. Ұлытау, айта кететін болсақ, 61-ші минуттан бастап бір ойыншыға кем ойнады. Ойынның соңына дейін 11 ойыншымен ойнағанда мүмкін шот бұдан да ірі болар еді. Дегенмен де ойынның 7-ші минутында Милованович Тобыл ойыншысы есепті ашып, Тобылды алға шығарса, Ұлытау ойыншысы 41-ші минутта есепті теңестірді. Екінші таймның 50-ші минутында Ұлытау ойыншысы Смит пенальтиден гол салып, Ұлытауды алға шығарып, Ұлытауға жеңіс сыйлады. Айта кететін болсақ, бұл матч Нұрбол Жұмасқалиев үшін соңғы матч болуы мүмкін. Келесі турда Ұлытау Талдықорғанға қонаққа барса, Тобыл Каспийді өз алаңында қабылдайды. Келесі матч Атырау Қызылжарды қабылдады. Есеп 0-1. Ойын тең дәрежеде өтті. Ойынның 93-ші минутта ойында болған жалғыз голды Қызылжар командасы салып, жеңісті жұлып алып кетті. Айта кететін болсақ, Атырау жақында ғана жаңа инвестордың қолына өтті. Сол жаңа инвестор енді Атыраудағы стадионды қолға алып, алаң сапасын жоғары деңгейге көтеріп, Атырау қаласына да, Атырау футболына да мереке сыйлайды деген ойдамыз. Келесі турда Атырау Астанаға қонаққа барса, Қызылжар Ордабасыны қабылдайды. Жеңіс Ақтөбе. Есеп 1-0. Ойынның 10-ші минутында салған жалғыз гол, Сағдат Тұрсынбайдың салған жалғыз голы Али Алиевті орында қалуына себеп болды. Ал Ақтөбенің бұл жеңілісі чемпиондыққа деген сенімді толықтай өшірді ма, әлде чемпион болуларына мүмкіндік бар ма? Сіздер қалай ойлайсыздар? Ақтөбе жанкүйерлері. Келесі турда Қызылжар Алтайға қонаққа баратын болса, көптен күткен Қобыланды Батыр стадионы Ертісті қабылдайды. 6-шы турдың соңғы матчы Қайсар өз алаңында Алтайды қабылдады. Есеп 1-1. Бұл Қайсарға Нұрсұлтан ұстаздың да дұғасы әсер етпей жатыр. Қайсар наконец-то гол салды. Бірінші таймның 38-ші минутында Әділет Кеңесбек Қайсарды алға шығарып, жеңіс сыйлайым деген еді, бірақ екінші таймның 86-ші минутында Алтай ойыншысы Сейф Попов есеп теңестірді. Бұл екі команда тең тарқасты. Келесі турда Қайсар Оқжетпеске қонаққа барса, Алтай өз алаңында жеңісті қабылдайды. 6-шы турдың қорытындысы бойынша турнирлік кесте дәл осындай. Сіздің командаңыз қай орында тұр? Комментарийға жазып кетіңіздер. Достар, егер біздің обзор
Ұнаған болса, біздің каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, бізге қолдау көрсетіп кетіңіздер.